Мен бүгін мынадай шашақтарды жасау үшін ең бірінші қандай нәрсеге дайындаламыз, соны көрсетемін. Мысалы үшін мынау бауы, бұны өріп аламыз. Бұл өрім деп айтылады, төрт өрім. Мына баудың өрілгені. Содан кейін мынадай қылып түйін түйу үшін жіп дайындалынады. Ол жіп деген мысалға мынадай болып, мықты болып, қатты болып жасалу керек. Түйін түйген уақытта, шашақ байлаған уақытта мына жерлері сырылып кетіп, ашылып кетіп, іркіс-тіркіс болып тұрмау үшін, және мына түйген түйінің қатты болып, мықты болып тұру үшін керек осындай жіптеріміз. Мен бұл жіптерден мында көп қылып дайындап алдым. Мынадай қылып, мынадай түрінен өткен маған көп шашаққа түйіп отыруға осындай жіптерді орап алуым керек. Оны қазір орау әдісін қалай орайтынын көрсетемін. Ол үшін менде мынадай қабаттаған жуан жіп бар. 10-шы жіп, 2 қабаттаған. Мынаны енді осыны 4 қарыс қылып алып, мысалы менің жобам осындай 4 қарыс. Міне, бұда бүйтіп бүктеген уақытта 4 қарыс шығып тұр. Осы 4 қарысты бір қабаттадым. Енді 3-ші қабатты қабаттаймын. Қабаттадым. Енді 3-ші қабатты қабаттаймын. Сосын мына жерден қиып аламын. Көрінбей қалып жатыр ма? Міне. Мына жуан жіпті, простой жіпті мынадай 10-шы қабатталған. Соны мынадай қылып 3 қабаттап алдым. Енді осыны кішкене бүйтіп ширатып жіберіп, теріс қарай ширатып жіберіп, мынадай жіпті дайындап аламын. Бұл жіпке мен қазір дәл мынадай қылып орап қойған, дайындап қойған жіптерімді бүгемін. Сондықтан мен бұны да көп қылып мынадай қылып дайындап алдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мен осындай 10 шақты қылып дайындап аламын. Оны мен жерге қойып қоямын. Сосын бұны қазір пайдаланамын. Оны пайдалану үшін мынадай қылып ортасынан жіпті өткізіп, мына жерін бүйтіп ілгектеп байлап қойып, оны мына кілемнің ағашына бүйтіп байлап қойдым. Бір мықты жерге ұстап байлап қою керек. Сосын мынадай дайындап қойған жіптеріммен, міне мен мынадай қылып ұзын қылдым да, сосын мынадай орап қойдым. Қазір осыменен мына жіптің түбін бекітемін. Яғни жаңағы орап шығамын да. Ал содан кейін барып, бұны орап, түйінді түйіп болғаннан кейін мына күлтені дайындаймын. Бұл күлтені дайындау үшін мына жіптердің бәрі ширатып аламын. Сөйтіп, мынадай қылып күлтелер дайындаймын. Ширатып алған жібімен моншақ өткізіп, андай неменен 10 сантиметрлік пластмассадан қиып дайындап алған нем бар, соған тіземін мынаны. Бұл күлтені тізуді де өз алдында бір бөлек сабақ қылып өткіземін. Яғни сол күлтені жасау үшін мынадай пластмассаны 10 сантиметрлік, мынау 6 сантиметрлік жадағайдың шашақтарды жасауға әдемі, осындай кішкентай шағын болып тұрса әдемі көрінеді. Мынау жаңағыдағы шымылдық басқа, кілемнің бетін орайтынға, сандықтың құлағын байлайтынға жасалатын шашақтарға мынау жақсы болады. Не. Енді қазір мына жіпті қалай орайтынымды көрсетемін. Мынадай жаңа көк жіпті алдым. Мына көк жіптен тағы да бір мынаның бойындай қылып орап тастаймын. Бүйтіп. Бұның бүйтіп жіпті орап атырған себебім, анау қозғалса да астындағы
жаңағы аппақ жібі бірден көрінбейді. Шама келгенше қозғалмайтындай қылып бүйтіп тартып отырып, мына мен мынаған байлап қойдым ғой, енді мына жерден кішкене не қалдырам, қалай деп түсірсем болады, петля қалдырам. Бұл петляны кейін осылардың басын біріктіріп, мынадай жаңағы крючокпен не болса жуанинемен өткізіп алып басын біріктіруге жақсы болады. Сондықтан осындай петля қалдырып ораймын. Орағанда бұны мықты етіп тартып отырып орау керек, жіберіп қоймау керек. Мына жағын да тартып отырмын, қолыма орап алып, бүйтіп мына жағын бүйтіп қысып отырмын. Орап келе жатқан уақытта арасында ешқандай ашық жер қалмау керек, ақ жіп көрініп қалмау керек. Сондықтан осылай етіп ораған жақсы. Мықтылыққа жақсы болады мынандай простой жіпке ораған. Ал енді мына өзінің жіптеріне де орауға болады, бірақ ол сәл кішкене босаңдау болады. Жылжып кетуі де мүмкін. Мына жерде байлап, шалып байлап кеткен жерлерді босатып алып, ары қарай жалғастырып орап кете беремін. Міне, мынаны былай қылып түгел орап шықтым. Мына жібім азайды. Мына жақта әлі запасы бар. Себебі мына жерден екі түйінді түйіп, шашақ байлап, одан кейін тағы да түйін түйу керек болса, мыналарды жалғастырып ораймыз. Ол үшін мына шетін, тұйық шетін мынадай қалдырдық қой. Осы тұйық шетіне қайтадан бүйтіп жіп жалғап жіберіп, өзімізге керекті мөлшерде осы жіпті тағы да орап кете беруге болады. Ұзартып алуға болады, яғни. Міне, мынадай қылып жіпті жалғайсың да, бүйтіп орай бересің. Қазір мен енді осы жерден тоқтатамын. Бұл менің бір жаңағы түйін түйетін жібімнің үш түрдің бір түрі. Бүйтіп бұнда ілгектеп байлап қойсаң, кейін тарқатып жалғастыруға оңай болады. Сосын мына жіпті шешіп алып, мына жіпті шешіп, мына жерден суырып аламыз. Міне жерде петля қалды. Жаңа жіпті өткізетін, инені или крючокты өткізетін петля қалды. Осылайша жалғастырып, мынадай жіптерді дайындап ала береміз. Маған көбірек керек болғандықтан көп түрлі қылып жасап жатырмын. Санын көп-көптен қылып жасап жатырмын. Бұл біздің түйін түйетін, сосын шашақ бекітетін жібіміз.